Достар, қалайсыңдар? Бүгін мен Аязби деген ертегімен байланысты өзімнің сұрақ-жауап деген блогымды жалғастыратын боламын. Және бүгінгі талданатын сұрағымыз осындай. Шөптің жаманы мен құстың жаманын хан алдында дәлелдеп берген жаман не себепті өзін жаманмын деді? Және оған қандай дәлел айтуы мүмкін? То есть спрашивается причина, почему жаман, который доказал хану, что черная осока это самое плохое из трав, и сорока это самое плохое из птиц, сам сказал то, что он самый плохой из людей. Жауабымызды видеоның астында көре аласыз, және жауабымыз осындай болады. Хан жаманнан оның жамандығы туралы қайдан білетінін сұрағанда жаман осылай жауап берді. Мен жасым 50-ге келді. Мен қатарлар әйел алып бала көрді. Келін жұмсап қызық көріп отыр. Мен қайда болса сонда әлі күнге дейін әркімнің артынан мінгесіп басқа біреудің құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емей жақсымын ба? То есть, когда хан спросил у жамана, откуда он узнал то, что он самый плохой из людей, жаман ответил ему так: мне уже стукнуло 50. Когда мои ровесники берут жен, у них есть невестки и дети, и они все забавляются, я до сих пор хожу у кого-то в рабстве. Ну как тогда я могу быть хорошим, кроме как плохим? Болды достар, сау болыңыз.